Саламатсыздар, урматтуу биздин каналдын көрүүчүлөрү. Мекендештер, кутмандуу күнүңүздөр менен. Күнүңүздөр берекелүү болсун, амансыздарбы, кандайсыздар? Биз Күнжелес каналы учурда Чүй облусунун Сокулук району Лесной айландабыз. Бул Бишкектен аэропортко кетип аткан жолдун боюнда, трассанын боюнда, Манаска жетпей, Раздольныйдан өтүп. Арашан койлорун көрсөтүп беребиз. Сандан сапатка өтүңүздөр. Биз учурда Канатбек Осмонбеков агабыздын үйүнө келдик. Бул агабыз дагы жаңы баштап койлорду жыйган экен. Атактуу Граф кочкорун билесиздер. Мына 1 миллион сомго сатылган. Ошол Каныбек ага коз кезинде сатып алып, чоңойтуп 2-3 жылдан кийин кайра сатты. Жүрүңүздөр, кирели эми. Азыр талаадан койлорду айдап келди. Стимул катары көрүңүздөр. Канатбек аганын тажрыйбасын угуп караңыздар. Жакшы маалыматтарды алыңыздар. Жыйган экен өзүчү. Канатбек ака, жүрүң эми. Экөөбүз көрсөтөлү. Графты качан саттыңыз эле? Bir yıl açtı da. 1 жыл ашты. 1 миллионго талашка кеткен. Балдары барбы азыр графтын? Kozlar, bir kulaklı kozları mı? Kulaklılar mı? Мыналарбы? Токтулар окшойт, а? Toklu kozu, toklular da. Мыналарбы? Мынау кара тумшуктарды көрдүңүздөрбү? Мына кулактар. Жайылып, мындай узун болбостон капталына дагы мындай жоон да. Мыналар башка окшойт, а? Кайсы? Kozlar. Мынау токтуу ушулар, э? Kozu kuşlar bu. Коз экен мына. Бул быйыл туулган да? Bir yıl yanvardan tuğulan kozlar da. Мына, туугандар. Кулак башты карап коюңуздар, быйылкы экен. Канатбек ака, эми экөөбүз баштай берели. Биринчи эле тажрыйбадан бөлүшүп кетиңиз. Канча жыл болду баштаганыңызга? Nemi bir 3 yılda mutlulukla başlaganıma. 3 yıldan beri. Сизде мындай азыр өсүү катмарындасыз дагы деле. Yıldan yıl almaştırıp, koçkot almaşıp. Seleksiyon yapalım. Негизи экөөбүз бул чыгарылышта мындай кандай десем, ушу Арашан коюн баштайм дегендерге кичине пайдалуураак кылып сүйлөйлү. Эми баштаганыңызга 3 жыл болсо, жаңы баштоочулардан экенсиз, мындайча айтканда. Койлорду түптөп калыпсыз. Эми качествого ой баштайсыз. Муну кочкор менен одурасыз. Буюрса эми кымбат кочкорлордуго ат салышат экенсиз да буюрса. Тийбей турула мен алайын кымбат кочкорду деп. Жаңы баштоочуларга эми козулар сиз чыгара баштайт экенсиз буюрса. Графтын балдарынан барбы сатыкка? Var yani jasta iki kişiye çıkarıp satayım ortam erkekler. Азыр жок. Hazır yok hazır. Kişiler emesine getir, maralına getir ondan gelin. Чочтат го. Мыналар ургачу. Burası kozlar bunlar, şular bit. Moğollar kozlar bit. Бүт баары графтан, э? Токтулар сиздики күчтүү экен, э? Мына токту, мына карап коюңуздар. Мына олар кетти. Мына тетигинде мына ондай. 2021. Кара. Бары графтын козулары энесинен башкача экен баары, э? Сизде канча баш туар кой бар эми? 50 баш. Калганы коз. Bir жылда канча козу түшүп атат? 100 түшөбү же 100дөн ашып кетти, 100% түшөбү же? 100% былтыркыда 100%тан ашык түштү. Ошо эгиз көп болду. Ошону айтканым да. Былтыр эгиз көп болгон. Эми Кудай бурса жаңы төл башталып атат. Бул жагы эми Алладан туугандар. Эми караңыздар, биз сиздерге азыр биринчи расходту айталы. Мисалы, бул койлорго эмне берет, кандай жайытта кармайт, кайсы мезгилде жайытта, кайсы мезгилде местасына киргизет деген. Канат ага, бул койлор жайлоого барабы, барбайбы? Жок, жайлоого барбайт. Жайыгын ишин эле ушул жерде. Талаада. Талаада. Ал деле жайыттан келди. Кышын жайын жаябыз. Жем берем. Bir mal çöp salam boldu, kalgan vakt jayıtта. Тур мезгилиндечи? Тияқта көзгө бөлөм. Моякта боз койлор барбы? Булар подкормга кирип калат. Жем коз тетикинче сонда калган коз кичине эметкенден анан жайытка чыгара баштайт. Семиз кармайсыз кетти, тууган мезгилде.
Эми мына ушул 50 кой, коз кочкорлор менен, немелер менен 70-80ге барат экен, э? Мисалы 70-80 башка бир жылга канча жем камдайсыз, канча түк чөп камдайып коесуз эми? Быйылкы жылга 1000 түк чөп алдым. 10 тонна жем алдым да. Сиз семизирээк кармайт окшойсуз да? Кой сemiz болсо, карайт. Негизи койлоруңуз бойлуу койлор экен. Бирок сиз эми кандай сатып алып жыйнагансызбы? Базардан жыйнадыңызбы? Сарайлардан барып жыйнадыңызбы? Мен көбүнчө сарайлардан, үйлөрүнөн алып, жаккан бойдон. Биринчи мен ошо рост иштеп да азырчы. Рост иштедим. Эми Кудай буйрса, эмеге гитке өтөм деп атам да. Мындай товарный битке. Мисалы кулак башына жакшы маани берип, туяктарына, жүндөрүнө жакшы маани берип, Азыр только мен рост болгон эметтим, ошо 90 өйдөлөрүн неме кылып атам да. Сиз ар чарбадан алган үчүн койлор ар типтүү экен, э? Ооба. Кээ бирлер куйругу башкача, кээ бирлердин башы башкача. Эми барган сайын бир кочкор коюлса, ошо кочкордун балдары бири-бирине окшошуп отуруп, кийин бир типтүү болот. Ооба, мындай ошол. Мына туугандар. Көрдүңүздөрбү? Эми жыйуу кандай болду? Бияка өтүп алыңыз, бир аз экөөбүз жылалы алдына. Мисалы, булар жыйып атканда канча миң сомдон айланып атты эми ушу 3-4 жыл мурун. Азыркы баага салыштырып болбойт негизи мурункуна. Мен ушу атолог алгандым, $1000 болду. Арты канча болуп калат экен? Арты 30-35ке чейин. Азыр баа өстү чындыгында, спрос көбөйдү. Мисалы, жаңы кыла тургандарга кандай кеңеш бере аласыз? Мисалы, азыр орто койлорду канчаны алса болот? Арашандын орто койлорунда. Орто койлор азыр где-то 20-25-30га чейин алып атат. Таза эмес, эми более-менее баштаган. Баштаган. А так ал койлор менен элитага жетиш кыйын өтө эле. Убакыт көбүрөөк талап кылат. Анын үчүн кымбат кочкор керек болот. Анан убакыты көбүрөөк. Жок, жакын базарга жетейин аларга где-то 50 миң айланасынан $1000 чейин батырак жетип. Мисалы, 1-класс, 2-класс деп. А так элиталар алар уже $1000 төгөрөк болуп калса керек. Ошондой болду. Мына туугандар, көрдүңүздөр, алар башка сөз. Эгер баштоочу болом десеңиздер, 25-30 миңдин төгөрөгүндө жыйсаңыздар болот. Сиз деле ошентип жыйган экенсиз да. Эми буга чейин кандай койлорду кармагансыз? Простой эле өздүн койлорду, кыргыз койлорду эле кармаганбыз. Эми экөөнүн айырмасы кандай болуп атат азыр? Конечно, айырма бар да. Ал менен эстен басынан дагы айырма бар. Бирок жеген тарабы биздей эле, жеп пискендери. Болгону баасынан айырма бар да. Ушу бизде эми киреше эмедет да, муну баягы баасы кымбат экен деп эле чочуйт да, бирок алгандан кийин доход кандай экен, ушуну айтпайсызбы? Доход эми жөнөкөй койдун козусун эң баага көтөрүп сатканда 10 миң сом сатасың, көтөрүп сатканда. Аябай жетил. А буларды 20 миң, 25 миң. Мындай миски ценасы. Анан бу арашан койдун характерине токтолуңуз эми. Жөнөкөй кой кармап жүргөн болсоңуз, эми муну 3 жылдан бери кармап атыпсыз. Талаага жайганда кандай айырмачылыгы бар, ден соолуктан кандай айырмачылыгы бар, жүрүш турушунан кандай айырмачылыктар бар? Айырмачылыктар жоқ, жайытта жөнөкөй койдой эле. Ден соолугунан кандай айырма бар? Ден соолугу мен ден соолугуна деле эметпейм, мен андай деле мындай витамин эметпейм, просто мындай үйөрмек, анан альпен берем, болду. Көпкөлдар эмете бербейм. Көпчүлүгү, мисалы бизде жердештер бар да, мекендештер. Муну арашан койлор боюнча тез көз караштагылар да бар да, бул кой талаага болбойт, баса албайт, басса ооруп калат, только бул стойловый режимдин койлору дегендерге. Жок, андай эмесе жок. Мен кышын жайы мына жайытта меники. Кышын жайы. Чыдамкайлык кандай суукка, ысыкка? Мынусу жакшынакай этин эч таштаган жок, азыр деле. Семиз бойдон жүрсө жайыттан эле. Тез басабы? Тез басат Ат менен баш керек. Ат менен баш. Бит эле чарбада ушинтип атат да. Тез басат деп. Койлордой болуп мындай бир жерде жайылбайт да, каты кетет аябай.
Tez басат. Мұны дағы, сіз дағы бір рет тастықтап атасыз. Осы бір да сарайға барғанда секін басат деген ұқпадым да менші. Барлы айтады. Жаш бала жесе жетеді, чоң адам жетпей қалады депші. Тез басы оттайды дейді қой. Қана бір айландыралы. Қара қойлар бар екен, а? Қалғаны бүт сары қызылдар. Бір-екі каштан бар екен сізде. Ова, туғандар. Күн суыққа уже баяғы жүндін ағыны шығарып қалдыр да. Ертегі қылған қойшындай болады. Атақ емеш. Атақ қылжымбы бар әлі. Туғандар. Қанат әке азы сатыққа бар бі бір несі? Азы сатыққа жоқ дең. Ана туғандар. Мұнау боз қойлар, а? Боз төлде отқан қойлар. Машалла. Қозылар түшіптір. Құлақты көрдіңіздер бі? Өң мощный түшіптір ғой. Қайсы қошқардың қозысы бұлар? Қана, емі жүріңізші емі? Қошқар көтеліш. Қошқарды көрсетіңіздер бізге. Қойды көрдік. Машалла, мұна қошқар. Құлақ баштарымы ояқтан көрінді маға. Башы жаман чоң қошқар екен, лапата ғой башы. Қанатаға бұл қанша жаш қошқар? Қайсы линиядан? 2,5 жаш. 100 линиясына. Сат олғансыз? Қачан қойылды ем қошқар? Биыл қосылды, биыл бірінші жол қостым. Бұйырса жазға мұның балдарын аласыз. Январдың 15-ден бұйырса. Қошқар маға баш, бұт, құйрық өлі жақты. Бойы қанша чаттым? Метр бұдайым мұндай метр. 1 метр төгерек өшінді. Баш, құлақтарды қараңыздар. Емі арықта өзіне келді ат оқшайды, а? Қойдан жаңылы бөлінген. Машалла. Бұл дағы қанша жыл іштейді? Бұл дағы 1-2 жыл іштейді бұдай өсі. Өзінің балдары чоң ойғынша? Өзінің балдары чоң ойғынша. Андан кейін сатасың. Граф сізге қантып келіп қалды? Шыны бір-екі сөз қылалычы? Граф. Бұл мен жаш кезінен алғам, сатып алғам. Бұл жашқа шығылып өтші. 100.000 сом алғам. 100.000 сомға? Қайра 1 миллионға кетті. 3 жыл қармадыңыз бі? Жоқ, 2 жыл, пашты 2 жыл. Пашты 2 жыл. Жақшы, машалла, сөз жақын. Дағы қаяқта қозғошқылар бар еді? Қозғошқылар бұл яқта. Бұл жаққа. Граф үші кешіден шыққан. Бұл жайда саттыңыз бөлі? Бұлтыр күсті сатқан. Бұлтыр күсті. Ошол кезде жаңы рекорд болған, а басы? Рекорд, а? Өзі ошодан кейін әлі бағалар кетті. Таластан емеге да бір қошқар сатылды ғой, ошо сізден кейін, 1 миллионға да бір Қазақстанға. Кейін 35-ке сатылды. Кейін 15-ке принц сатылды көлден. 35-ке миллион сатылды. 35-ке кейін дағы кече безухи сатылды. Ем сөзге келелі. Мұна ұшу қоз-қошқарлар сіздің красавчиктің балдары? Графтың балдары. Мұна олар ба? Графтың балдары. Мұна олар, а? Көкірек бары ғой, көкірек. Көкірек бұд. 9 ай, 10 ай қозы бар. 9 ай, 10 айлықтар. Мұны бары қошқар күшті болса башқа жаулат екен, Мұна олар. Бұл жағыңызшы? Жоқ, алады. Бұл карантинне әдделі ұқсайды, бір өйдегі шығып көрсетейінші туғандар мұны. Биіктен. Құйрықтарды көріп алыңыздар. Мұна олар. Бұларды ешкімге көрсетпей бағып отат ұқсайсыз, бұрыста. Үйге келген адамдағы байқап айтқы. Опа! Қанша баш бар азыр? 8 баш, 7 баш. Қызылдары? Қызылдар 5 башты. 5 баш. Қарадан 3 баш? Қарадан 2 баш. 2 баш. 7 баш екен, Туғандар 7 башына көрдіңіздер бі? Қошқар деген мұна шындай болады, қоз-қошқарлар. Қара, сыртқа шығалы еме, жүріңіздер. Арашанға өтіңіздер, туғандар көрдіңіздер бі? Бәрі қызығушылар көп. Мұна қошқар. Бұл қошқар, биыл алып келдіңіз?
Жакшы акчага келсе элек. $3.000 kaldı. Arık кезинде. Арык кезинде. Так эми ошо арашан кармагандар эле ушу көтөрүлөйүн деп эле ушул бага көтөрсө карапайым калып көтөрүш кыйын болсо керек. Булардан чыккандарды эми сиздер сатасыздар. Любительлерге. Машалла. Туугандар, сиздер да сандан сапатка өтүңүздөр. Мына чарба койлоруңуздар болсо, анан ушундай койлоруңуздар болсо алып коюңуздар. Көтөрүлөсүздөр, мына графтын балдарын алыңыздар. Бизгеден кийин сатамын дейт. Сүйлөшүп, может бромдоп коесуздар, может жылы сүйлөсөңүздөр, көнүрөбү канат агабыз. Бул жагын сүйлөшөсүздөр. Экран астынан номерлерди калтырып коебуз. Ama boğaz koylarga dağı canından kirip keteli. Mızdavay bul жерде koylar. Ana. İşte buna koylar. Maşallah. Tuğut baştalıptır. Siz kaysı mezgilde koçkor koya başlayısınız? Je kuruk bir koyla koyuyorsunuz. Yok. Maydan koşuyoruz. Siz janak jaylogo çıkarbagan üçün maydan başlap keteberet. Maydan başlap koyduğundan koşup koyun. Kalaba gireberet. Biz эми видеобузда жыйынтыктадык. Аягына чейин чыктык. Толук маалыматты экран астындагы номерлер менен байланышсаңыздар болот. Анда эмес аманчылыкта көрүңүздөр. Аманчылыкта калыңыздар. Кийинки чыгарылышта да көрүшкөнчө. Эми бизде ашыкча дагы сөз жок. Болоорун көрсөттүк. Класс басып комментарий калтырып, жакындар менен бөлүшүп кетиңиздер. Сиздер менен Күнжелес каналы болду.